Кезінде осы темір жолға келіп мен жұмыс істеген едім. Осы жерден напақамды ажыратайын, Аллах Тағаланың бір берген ырысын осы жерден ішіп жейін деп. Алайда менің бірге істеген әріптестерім сондай дұрыс емес жігіттерден болып шықты. Мысалға Әбілқайыр Нұржан Бекжанұлы деп қоятын, он директор етін ВЧТ 27-нің. Бейсенбаев Сәрсен сменный мастер етін. Қожамқұлов Бейсен старший осмотрщик етін. Айжанов Рауан бұл өзімен бірге әріптес етін, бірге істейтін. Ұлтанов Серік бұл да менімен бірге істеген. Жігіттер, осы жігіттерді көрсеңдер, өте ықтият болыңдар, өте сақ болыңдар. Неге дегенде бұл кісілердің қолына қалам түссе болды, үстіден арыз жазатын бәлесі бар екен. Сондықтан осы арыз жазғыштардан өте сақ болыңдар деп айта кеткім келіп отыр. Және десе, осы арыз жазатындарға ұқсап, сендер де біреулердің үстінен, осыны естіген адамдар, біреулердің үстінен арыз жазып жүрмеңдер. Ата бабадан сондай қалған сөздер бар. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деп. Маған қазған орын, маған қазған орды. Аллах Аллах Тағала терең қып қойған екен. Өздері түсіп кетіп еді, өздері сол ордың ішінен әлі күнге дейін шыға алмай жатыр. Мен Ақтанақ мені күйдірмекші болды. Мына вагонның мынандай рукава дегені болады. Осы рукаваға бұлар мусор тыққан, мына көріп тұрғандарыңыздай, мына рукаваға мусор тыққан, мынаған. Сол рукаваға мусор тығып, соны мен тықты деп маған жала жауып, менің үстімнен алтау жабылып арыз жаздырып, мені қаматпақшы болып, қатты әрекетте болды. Аққа Құдай жақ демекші, Аллах Тағала мені құтқарып алды бұлардың арызынан. Бірақ алтаусы 6 жерде шоңқиды. Біреусі түрмеге кетті, Нұржаны. Біреусі мүрдеге кетті. Айжанов Рауан деген сүмелеге, ол да түрмеге кетті. Ұлтанып Серік дегені, ол бомыш болып кетті. Түрмеден де жаман оныкі. Енді қысқасын айтқанда, барлығы өз жазасын алды. Сондықтан біреудің үстінен бекерден бекер біреу арыз жазатын болса, өз жазасын алады екен. Сондықтан бекерден бекер біреудің үстінен арыз жазбағын деп, осыларға өсиет айтып тұрмын, осыларға жағып кеңес беріп жатырмын. Түрмеде жатқан Әбілқайыр Нұржан, тағы да түрмеден шығаса біреудің үстінен арыз жазып жүрме. Түрмеге тақ етіп қаласың. Аман есен шығып жүрсең, тап-таза болып жүрсеңші сені. Болмайды біреудің үстінен арыз жазу.